Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? В общем, мен тәуекел еттім. Аяқ асты билет алдым. Құдай қаласа ертең жолға шығайын деп жатырмын, дайындалып жатырмын. Бұйыртса ертең жолда боламын, бүрсігүні жолғамын. Бірақ қатты сағынып кеттім, шыны керек. Бірақ қатты сағындым. Бұйыртса бүгін жолға дайындалып жатырмын. Короче, түсініксіз бір жерде жүрміз. Храм деді ау деймін мына жерде. Осындай киіндіріп қояды екен. Қысқа болса осындай киіндіреді екен. А менде осылай болып тұр. Айгүлге ұқсай ма, қой? Ай, тұрғанын қара. Не істеп жүр? Ой-ой-ой. Еліңе байлай сал. No, сюда? Yeah. Hello. Where you from? Kazakhstan. Kazakhstan, this is the place. Thank you. Не дейсің? Не дейсің? Не істедің? Келе тұрсың. Ой. Біреудің кошелегін. Мына жақта біреудің үстінде биттерін талдап қойсақ. В общем, біз үйге жеттік. 2 сағаттық пробкамен. Пробка бар, кішкене алыс жаққа барғанбыз ғой. Бүгін енді үйге жетіп. Мына жақта мынандай тамақ пісіп жатыр. Енді крышкасы жоқ, сосын осылай жауып қойғанбыз. Мына жақта помидор, огурцы бар. Осылай болып жатыр. Сәлем, қыздар, қалайсыңдар, не істеп жатырсыңдар? Кеше күндіз бойы жатып, жалғызсырап, жылап, эмоцияға қатты түнде беріліп, түнімен ұйықтамай жылап шыққанмын ғой. Күні бойы мен подружкаларым ойына салысымен стористарды көріп, тіпті врачтарыма шейін Ақжарқын, тіпті Ақжарқынның күйеуіне шейін звондап, бәрі қал-жағдайымды біліп, давно сөйлеспеген адамдарыма шейін звондап, маманың алдында ренжіп қалған болды. Короче, бәрі неғылып қал жағдайымды сұрап, не болып жатыр, Замира, жайшылық па, амансың ба деп. Күні бойы әйтеуір біраз сөйлеспеген адамдармен сөйлесіп, кішкене ішімдегіні айтып, біраз жеңілдеп қалдым, сөйтіп деген ұйықтап қалғанмын ғой. Сөйтіп оянсам сағат 12, құрсын деп, шай ішейінші деп. А то слаб істеп тұрғанда басым шай құсып, бір кемпірлер сияқты мен өсек айтқым келіп шай ішіп кетіп бара. Ай, блин, сөйтіп шайымды құйып алдым, тамақ пісірмесем де қайтып шай ішейінші деп. Менің қал жағдайымды сұрап, тілектеріңізді жазып, енді адамның басында не болмай, пенде болғаннан кейін кейбір кезде тып-тыныш жүресің, кейбір кезде бір проблеманың үстіне 1000 проблема қосылып кетеді. Енді все в жизни бывает. Бірақ та менің қал жағдайымды сұрап, уайымдап, жазып, тілектеріңізді айтып, советтеріңізді айтып отырған жандарға, мені көріп отырған әйелдерге үлкен рахмет. Әйелдің 40 жаны бар деген рас, но бірақ та деген көп адам проблемасын Инстаграм, бәрінде Инстаграм жүргізбейді ғой, Инстаграмға айтып, мен сияқты аузын ашсаң то, что асқазан жүрегінің түбіндегі жүрегі көрінетін адамның бір екенін мен білесіңдер. Мен өзімнің ішімде, өзім зоп болғаннан кейін ішімде сақтасам, мынандай ауру болып қаламын да, сондықтан мен сыртқа шығармасам, тем более кімге айтамын, стенаға айтамын ба, сендерге айтпағанда кімге айтамын. Барлықтарына Алла разы болсын. Барлықтарына Алла разы болсын. Просто осындай болады екен да. Үйде жалғызсың отырсаң, ананы ойлап, апам қайтыс болып кетіп еді, туысқандарыма қалмады ма мені қолдайтын, бір қал жағдайымды сұрап білмеді ғой. Ладно, подружкаларым бар, замужем, бала шағасы бар, біреу садикқа барады, біреу мектепке барады. Оларға звондап, не қыла бермейсің ғой, маған совет айтшы деп, звондап, мазасын ала бермейсің ғой. Қазаны бөлектің адамның қайғысы бөлек деп, сүйінші сұрамайсың ғой, мен жылап отырмын деп. Өздері звондамағаннан кейін. Ешкімге керек емес сияқты сезініп қалады екенсің да, өйстіп. Басқа қиыншылық түскен кезде ғана кім сені іздейді, шынымен де уайымдайды. Осындай кезде ғана белгілі болады екен. Барлықтарына Алла разы болсын, Алла тілеулеріңді берсін. Мен уайымдап, тілектерін жазып,
звондап қайғырып отырған адамдарға алла жаттасын. Просто бұндай не только әйел адамның басында, еркектердің басында да болады ғой давай. Шынымен де кеше ойладым бір түнімен үйде жалғыз болғандықтан біреу тықырлап кірген сияқты, не жата алмадым, жыладым. Ойладым мен уже алып кетемін деп түрмедші. Бір мықты психолог тауып, кішкене бір ана мұсылман адамдарды, орыстарда крестер бар, орыстарды шоқынатын жақсы емдейді дейді ғой. Бір мен шоқитын апам бар еді, ол да марқұм болып кетті. Соның баласына дәрі берілді деп естігемін, соның баласына барам ба деймін, шоқы жешпе екі рет деп. Білемін, әйелім шоқысына да әйтеуір өзіме келтірсін. Бір күлем, бір жылаймын. Вот көп адамдардың айтуы, көп адамдардың емес, үлкен кісілердің айтуы бойынша айтады да, мысалы былай. Мейрам, сырыңды ешкімге аша берме, айта берме, қалай? Кімге айтамын деймін да, кімге айтамын? Кеше әбден ақсырған кезде, кімге айтамын деймін да, мен айтатын адам бар ма деп. Мне и так вчера было плохо. Қалай өмір, я? Кезінде бала шағамен тентірендеп, квартирадан квартираға көшіп жүрдік, ана бірінші жылаймыншы. Сол кезде бала шағасы бар адамдардың үйі жоқ, ал қазір мен үйім бар. Зато қазір ешкім үлкен үйдің ішінде жалғыз. Бір кем дүние. Бір кем дүние. Просто біз кейде ұмытамыз. Мысалы деймін да, қалтаңда ақшаң болған кезде, проблема жоқ болған кезде, все с тобой общаются, гуляют, а нам что, қазір ақшадан қысылып тұрмын деген жоқ, просто деймін да, а вот когда у тебя вот проблемы, и ты вечно плачешь, и у тебя вот некому сказать, и андай өзі түңіліп, қалай бұл стресстен шығарымды білмеймін, андай оқыған кезде бір адам келіп есігіңді ашып, жай бәзекі аманшылық па деп, біреу не қылмайды деймін да, бір қал жағдайыңды сұрамайды деймін да, олай. Сонда бір дүние қор адамбыз ба, ақша құныққан ба адамдардың бәрі деймін да. Кейде ұмытып кетеміз, бұның бәрі уақытша, бір-бірімізге қонақ келеміз да.